Ассалаумағалейкум достар, жаңа ғана Садриддин Ахмедовтың кезек жекпе-жегі аяқталды. Бұл Америка Құрама Штаттарындағы Садриддиннің екінші жекпе-жегі. Бүгіннен бастап 15-0 деген көрсеткіштің иегері, оның 13-і мерзімнен бұрын аяқталған. Бұл жекпе-жек қарсаңында сәл болжам жасап көрдік. Енді дәл осы біз көрген жекпе-жекті қорытындылап көрейік. Бастамас бұрын менің серіктестерім, менің достарым Кембридж Академи жайлы да ұмытпаңыздар. Бұл ағылшын тілі мектебі. Сілтемені дәл осы видеоның астында қалдырам. Ол жерде кез келген адам, кез келген мақсатта, кез келген жастағы адам ағылшын тілін меңгере алады. Онлайн, офлайн форматта. Мен дәл осы уақытта өзімде ағылшын тілін меңгеріп жүрмін. Бүгін тіпті Садриддинді көрсетіп кетті. Ағылшын тілі бәріне де қажет. Бұл қазір бүкіл әлем сөйлейтін тіл. Сондықтан егер ағылшын тілі керек болып жатса, онда Кембридж Академиге қош келдіңіздер, онлайн, офлайн форматта оқуға болады. Енді Садриддиннің жекпе-жегіне тоқталайық. 7 раундқа жалғасты, және менің бір байқағаным негізінен керек десең өзі бір раундта да аяқтап тастауға дайын болған сияқты. Өйткені оның барлығын тек қана біз 7-ші раундта түсіндік. 7-ші раундқа дейін шынымен де ойбай-ау, Садриддинге не болып қалған деген сияқты ойлар келе бастады. Өйткені келді бірден, мысалы, Игбогве қарсыласы. Игбогвенің ойынын ойнап кетті, былайша айтқанда. Ортаға шықтық, жақынға шықтық, әрдайым өзі жақындайды, рингтің сыртына қарай, бұрышына қарай апарып ығыстырмақшы. Және кейде тіпті бір қорғанбай ашық ұрысқа кіріп кеткен сияқты болып көрінді. Енді Игбогве бұлай панчер емес, негізінен бір соққымен құлатып тастаған жекпе-жектері көп емес. Сондай бір әу бастан соққысын алмай жатып ақ Садриддин бұның соққысын пысқырмаған сияқты болып көрінді. Және де кейбір сәттерде, кейбір раундтар тіпті тең, немесе Игбогвеге кетіп қалуы да мүмкін. Мен осы уақытқа дейін әлі карточкаларды көрген жоқпын, бәлкім кейінірек шығып қалатын шығар, бірақ әлі көрген жоқпын 7-ші раундқа дейін не болған. Қызықтың бәрі 6-шы раундта болды. 6-шы раундта бір соққыдан кейін байқасаңыздар, Садриддин бүйтіп көзін ұстады ма, уқалап жүрді ма, не қылды. Бір жаман соққы тиген сияқты болып көрінді. Міне осы соққыдан кейін бәлкім бұрышына барғаннан кейін қой осымен болды, жетеді, аяқтайық деген бір ой келген сияқты. Өйткені шықты да 7-ші раундтың небәрі 1 минуттың ішінде тасталған шығар. Айтпақшы, осы жерде менің бір оқырманым жайлы айтып кетейін. Мадияр 6 раундқа жеткізбей ұрып тастайды деп еді. Енді шынымен де қаласа солай жасауға да болар еді Садриддин, бірақ бұл жолы Мадиярдың айтқаны келмеді. Осы жерде скриншотын қалдырайын бұл комментарийдің. Жекпе-жек қайтып оралатын болсақ, 7-ші раундтегі бірден басталды, 1 минутта барлығын аяқтап тастады. Бұның барлығын алдағы бұған дейін өткен 6 раундта жасауға болар еді. Енді мынадай сұрақ туындайды, оны неге жасады? Теория ретінде, мысалы, кішкене ұзағырақ жұдырықтасқысы келді деуге болады. Ол да бар. Жаттығу барысында кейбір тактика, әдіс, айла тәсілдерді меңгереді, оны жекпе-жек барысында практика жүзінде қолдану керек. Спаррингте қолдану бір бөлек, шынайы жекпе-жекте қолдану бір бөлек деген сияқты. Ол қалыпты дүние негізі боксшылар үшін, жалпы жекпе-жек түрлері үшін қалыпты дүние. Егер тіпті деңгейің жоғары болса, онда тәуекел төмен ғой бұл жерде, байқап көру керек. Жекпе-жек барысында сынап көру керек те, сол айла тәсіл тактикалардың барлығын. Екінші, бұл теория, әрине, бұл тек қана менің көріп отырған, бәлкім сіздер басқаша көріп отырған шығарсыздар. Садриддиннің көздегені басқа шығар. Бұл былайша айтқанда Головкиннің сценарийін қайталамақшы командасы. Өткенін көрсеңіздер, тренер, промоутер, қателеспесем диетолог та. Дәл осы кезінде Геннадий Головкиннің бұрышында болған адамдар, Головкиннің командасының өкілдері, Абель Санчес жайлы өткен жолы сөз қозғауды ұмытып кеттім, міне бүгін сөз қозғап көрейік. Яғни, былайша айтқанда, бүгін енді жалпы Головкин жайлы көбірек сөйлейтін боламыз. Өйткені аналогия көп, параллель көп бұл жерде, екеуінің ортасында өткізетін, өткені бір команда, былайша айтқанда. Және де Головкин әу баста Америкада қалай танымал бола бастады. Әрине, Америкаға келгеннің өзінде де бұл жерде WBA чемпион болып келді, кішкене енді басқа есіктен кірді, былайша айтқанда. Ал Садриддин қазір Америкада 0-ден бастап карьерасын құруға мәжбүр. Бірақ түсінуімше қазір Головкиннің жолымен жүріп өтпекші. Бұл не деген сөз? Яғни жанкүйердің көзіне бір тартымды,
қызықты болатын жекпе-жектер көрсету, яғни кейде саналы түрде өзінің деңгейін төмендету. Мысалы Рафаэль Игбоковаға қарсы жекпе-жекте менің ойымша Садриддин саналы түрде өзінің деңгейін төмендетіп, ашық ұрысқа кіріп, өзі де соққы өткізіп, оған да соққы жеткізіп, аузы мұрны қан болып жекпе-жек өткізген сияқты. Сондай ой бірден келіп отыр. Өйткені кезінде Головкинде бұдан бір бас жоғары боксшы бола тұра, кейде ашық ұрысқа барып, биг драма шоу деген сөз тіркесін қалыптастырды, Mexican style деген қалыптастырды. Бұның барлығы пиардың бір бөлігі. Яғни Головкин қалай танымал болды? Ол берген қарсыластарын барлығын құлата береді. Ойбай-ау, Джейкобс кезінде 12 раунд өтіп еді, бітті, аурасы құлады. Шамамен сондай жолды өтпекші, өйткені шынымен де бөтен елден келген адам, Америка енді кәсіпқой бокстың отаны, былайша айтқанда, Мекка боксы деп айтып жатады ғой. Бағындыру қиын. Шетелдік бір боксшылар ол жақта супер жұлдызға айналу қиын. Жалпы бокс тарихында өзі Америкаға барып, Американы бағындырған, шынымен де супер жұлдызға айналған боксшылар өзі бір саусақпен санарлық. Көп емес, олардың қатарына ену өте қиын. Сондықтан бірден бір жол бұл жарқын жекпе-жектер және стиль. Көрдіңіздер ме? Ал бұндай кейс бар. Мысалы Лефлер де бар, Абель Санчес, бұлар бір команда. Сондықтан бұл дәл осы сценарийді қазір алып келіп Садриддиннен өткізбекші. Бірақ енді бұл жерде көрдіңіздер ме, Головкиннің қалай дегенмен стилі әлде қайда мынандай агрессивті болған, біріншіден, екіншіден енді Головкин әлде қайда қатты тұратын боксшы болған. Және бұл бокс жаңағыдай танажбен алатында, соққы көп тие береді. Әрбір соққы тигенде жаныңды алуға дейін баратын соққылар ғой. Мысалы, спортшы боксшылардың қарсыластарының реакциясынан ақ көруге болады бұл. Және Головкиннің басты бір шеберлігінің ерекшелігі бұл былайша айтқанда бұрыштарды кесу деп айтады, яғни рингте саған кеңістік бермейді. Кәдімгідей ана жерде бір кіретін тесік таба алмай қаласың. Әзірше Садриддин Ахмедов ондай қасиеттерге ие емес, және бұл қасиеттерді мысалы Абель Санчес Головкин қалып берді деп айта алмайсың. Менің ойымша Абель Санчес жалпы бапкер ретінде ортан қол бапкер, және де Головкин дайын боксшы ретінде келді, және тек қана бұның бір физикалық кондицияларына ғана жауап берген адам сияқты, былайша айтқанда кейде лап ұстайтын. Мысалы, бірақ мысалы шеберлік жайлы айтатын болсақ, Головкинді жаңа бір деңгейге шығарған боксшы деп айта алмаймыз. Головкин дайын болып келген боксшы. Енді Садриддинді шынымен де Головкиннің деңгейіне шығара алады ма? Біз қазір шеберлік жайлы айтып тұрмыз, Головкин сияқты бұрыштарды кесе алады ма? Головкин сияқты қатты ұрып қарсыласты құлата алады ма? Головкин сияқты 6-7 раунд бойы қысым көрсетіп жүре бере алады ма деген сияқты сұрақтар өте көп туындайды. Ертең мысалы Головкин сияқты Mexican style деп шыға алмайды, оның барлығын көреміз біз. Ол мысалы айдалада қазақстандықтың біреуінің аузынан Mexican style деген шыққан түкке қызық емес. Мысалы ондай мысалдар көп. Бірақ енді қалай дегенмен бұл белгілі бір нәтиже көрсеткен команда. Бұдан кейін, бұл жекпе-жектен кейін мысалы мен Садриддиннің кем дегенде бір тұжырым бойынша әлем чемпиондығын атаққа қол жеткізе алатынына еш күмәнім жоқ. Өйткені шеберлік бар. Жас әлі де 27-ге енді келетін боксшы, оған қоса промоутер. Лефлер бұған дейін де комментарийді талқылаған болатынбыз. Лефлер сондай бір ықпалды промоутер емес, бірақ әлем чемпиондығын атаққа жеткізе алатын промоутер. Сондықтан енді бұл жерде бокста әлем чемпионы болу бір бөлек, супер жұлдызға айналу бір бөлек әңгіме. Сондықтан алдағы уақытта бұл титулға қол жеткізе алатынына еш күмәнім жоқ. Енді тек қана Лефлердің жұмысы қалды. Ары қарай қандай жұмыс атқаратынын өте маңызды болады. Өйткені мынадай жеңістен кейін әрине Садриддин Ахмедов жақсы тексерістен өтті біріншіден, екіншіден қазір рейтингке кірмесе де енді сол 3-4 тұжырым бойынша топ 15-ке жақын тұрған боксшы болып шыға келеді. Бірақ бұл біз айтып отырған мысалы Головкиннің жолымен өту деген сияқты бұл бір адамның бөлек жолы. Бұны сала салып Садриддин дәл осылай жолда өте шығады деген сөз емес. Бұл жолда өз-өзін боксшы жоғалтып алуы да мүмкін. Яғни талай жылдар бойы мысалы Қазақстанда осы қазақ бокс мектебі берген стиль базаны жоғалтып алуы мүмкін. Головкин де сондайға ұшырауға жақын қалды. Бірақ оның мансабын аяқтайтында уақытпен шамамен тұспа-тұс келген боксшы. Ал Садриддин алдағы уақытта шынымен де боксшы ретінде бір деградацияға да ұшырауы мүмкін. Өйткені Абель Санчестің шыны керек кәсіби деңгейіне күмәнім бар. Головкин де қатты бір
жарылқап жоғары деңгейге шығарған жоқ, сол өзінің базасының арқасында осындай деңгейге жете алған боксшы. Енді бұл жерде көрдіңіздер ме, Садриддинге келетін болсақ, өте көп факторларға байланысты болады. Бұл жерде тек қана боксшының қолынан байланысты емес, барлығы боксшы өз тарапынан не істеу керек? Рингке шығып жеңіске жету керек, сосын дұрыс сөйлей алу керек, өз ойын жеткізе алу керек, шама келгенше сол аймақтың тілінде сөйлеу керек деген сияқты. Ал промоутер белгілі бір ықпалға ие болу керек, келісе алу керек, менеджер оның жаттығу барысында жағдайын жасай алу керек. Ал бапкер болса қарсыластарын анализ жасап, Садриддиннің бір кем тұстарын тауып, соны дамытып, мықты жақтарын одан да асыра түсіруге тырысу керек. Міне осындай факторлар көп, әрине өте бір қарапайым дүниелер айтып жатқан шығармын, бірақ әлі де қосуға болады, әлі де өсуге болатынын көрсетіп отыр, әсіресе боксшы ретінде. Ал бұл жерге келетін болсақ, сұрақтар көп. Сондықтан енді алдағы уақытта көретін боламыз қалай дамитынын, бірақ әзірше мен өзім бұл жекпе-жекті көргеннен кейін нақты қорытындыға келген жоқпын. Өйткені командалық жұмыс әлі түсініксіз, екінші жекпе-жек әлі де бірдеңе айту қиын. Әзірше сол ескі базаның арқасында келе жатыр. Алдағы бір 3-4 жекпе-жектен кейін шамамен белгілі болатын шығар, боксшы ретінде шынымен де өсті ме, әлде деградацияға ұшырады ма деген сөз. Бірақ бір факт бар, қазір Садриддин біздің кәсіпқойдағы басты үміттеріміздің бірі. Жәнібек Әлімханұлы бар, бұл чемпион болған жігіт, тіпті абсолют болып шығуы мүмкін алдағы уақытта. Сұлтан Заурбекті қосуға болады бұлардың арасында, салмағы бар титул қолында қазір WBA интерконтиненталінде, үшінші болып Садриддинді қосуға болатын шығар. Қалғандары өкінішке қарай бойларында талант болса да, бұндай промоутер ықпалды, бұндай бір жекпе-жек көрсететін, өнер көрсете алатын нақты бір стриминг желілермен ешқайсымен келісімге отырмаған. Сондықтан болашақтары бұлыңғыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, біздің кәсіпқой боксшылардың көбі елге қайтып оралып жатыр, әуесқой боксқа қайтып оралып жатыр, зарплатаға отырып жатыр, жалақыға отырып жатыр. Біреуі аймақтан отырады өз облысынан, бірі бокс федерациясын деген сияқты. Енді кім қайдан табады, сол жерден әйтеуір жалақыға отырып әуесқойда жүре беру деген сияқты. Сондықтан қазір соңғы алдағы бірнеше жылда бізде жарқырап шығатын кәсіпқой боксшылар көп емес. Енді солардың бірі Садриддин болады деп үміттенейік. Қорытынды осындай, құрметті көрермен. Сіздер де комментарийге келіңіздер, талқылап көрейік. Садриддин Ахмедовтың жекпе-жегінен алған әсерлеріңіз қандай?